Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сметанник пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирог алғаш рет жасағаннан өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогқа керек ингредиенттерді описаниеден көре аласыздар. Ең алдымен ыдысқа ұнды елеп аламыз. Қопсытқыш және де қант қосып араластырамыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған сары майды салып, осылай қолмен видеода көрсетілгендей үгітеміз. Бізде песочный тесто шығу керек. Орысша айтқанда крошки жасаймыз. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз, қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды біріктіреміз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, морозильникке 30 минутқа салып қоямыз. Қамырымызды морозильниктен шығарған соң, қамырды екі бөлікке бөліп, біреусінен пирогтың астын жасаймыз. Осы видеода көрсетілгендей. Ал екінші бөлігімен пирогтың жандарын жасаймыз. Ал енді біз салмасын жасаймыз. Салмасына қаймақ, қант және де жұмыртқаны салып, венчикпен араластырамыз. Көп араластыруға болмайды, біркелкі қалыпқа түскенге дейін араластырамыз. Енді осы салмамызды қамырымызға құямыз және қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Піскеннен соң формадан бірден босатуға болмайды, пирогты шамалы суытып, содан соң барып формадан босату қажет. Мінекей, біздің пирогымыз дайын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыздар, онда лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.